Ассаляму алейкум, сіздермен хан қызы Керімай, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін жылдар бойына тексерілген өте сенімді кобраның рецептісімен бөліскім келеді. Өте дәмді болып шығады. Бұл кобраның ерекшелігі уксус қосылмайды, және де құрамындағы заттарды граммына дейін өлшеп қажеті жоқ. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттермен таныстыра кетейін. Қызанақ 4-4,5 кг. Етті болу керек міндетті түрде. Тәтті бұрыш 1 кг. 2 осындай жартылай ащы бұрыш. 3 дана чили бұрыш, яғни өте ащы бұрыш. 400 грамм сарымсақ тазалап дайындап қойдым. Тұз. Және де ең соңында аспирин қосатын боламыз. Және барлығын осылай ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Қызанақтарымыз бен бұрыштарымызды жуып тазалап дайындап алдым. Ең алдымен бұрыштарымызды тазалап осылай дайындап аламыз. Бұрыштарымызды ет тартқыштан өткізуге оңай болу үшін төртпіштілеп турап аламыз. Міне біздің бұрыштарымыз дайын болды. Келесі кезек бізде қызанақтарды ұсақтап турап аламыз. Ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін барлығын осылайдан ыңғайлап турап алдым. Жуып тазалап алған банкаларымызды пешті 100 градуске қыздырып, 20 минутке қойып стерилдеп алдым. Осы әдіспен жасасаңыздар болады. Және банканың қақпақтарын жеке суда қайнатып аламыз. Банкамыз пеште тұрған кезде барлығын ет тартқыштан өткізіп тартып алатын боламыз. Ең алдымен сарымсақты өткіземіз. Келесі кезекте бұрыштарымызды өткізіп аламыз. Шұңғыл ыдысымызға немесе кастрюльге құйып отырамыз кобраны. Егер кобраларыңыз кішкене сұйық болған қаласаңыздар, осылай қызанақтың астынан қалған суды кобраға қосып жіберсеңіздер болады. Бірақ мен қосқан жоқпын. Соңында кобрамызға жарты ас қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Маған осы тұз жеткілікті болды. Сіздер дәмін татып көрсеңіздер болады. Кобрамыз дайын. Қызанақ етті болғаннан кейін менің кобрам осылай қою болды. Өте дәмді болып шықты. Кобрамызды банкаларға құямыз. Менде 6,5 литр кобра шықты. Кобрамыз қышқылданып кетпес үшін әр банкаға жарты таблеткадан аспирин салып шықтым. Банкалардың аузын мықтап жауып, салқын қоймада сақтай бересіздер. Менің каналымнан әртүрлі оңай әрі дәмді рецепттер таба аласыздар. Егер әлі де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Осы кобра күн суық күндері қыста тамақпен бірге жегенде тәбеттеріңізді өте керемет ашады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге ас болсын.